Сыр өңірінде Қазақстан Республикасының халық қаһармандары ғарышкерлер Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетов табан тіреді. Ғарышкерлердің елге келудегі басты мақсаты ғарыш, ғылым, интеллект. 9 наурыз кездесуінде жас ғалымдармен жүздесу, өмірлік тәжірибелермен бөлісу. Ғылым саласындағы әлемдік трендтерді талқылауға арналған алаңда облыс әкімі сөз сөйлеп, жиылғандарды Наурыз мейрамымен құттықтады. Сондай-ақ облыс аумағындағы 12 ұшыру алаңы орналасқан, тілге тиек етіп, аты аңызға айналған Восток, Союз және Боран кемелері ғарышқа аттанғанын сөз етті. Бүгінгі ғарыш, ғылым, интеллект 9 наурыз кездесулері адамзат ғарышқа қадам басқан шығыс өркениетінің орталықтарының бірі, әйгілі Қорқыт Ата мекенде өтуі бекер емес, дейді Қырымбек Көшербаев. Талғат Амангелдіұлы, Айдын Аханұлы, құрметті наурыз кездесуіне қатысушылар және қонақтар. Алашқа ана талайға пана, сасқанға сая болған ұлы ойшыл Қорқыт Ата дүниеге келген ежелгі шығыс өркениетінің орталығы, түркі мәдениетінің алтын көмбесі болған қасиетті Сыр жеріне қош келдіңіздер. Өздеріңізге белгілі, Сыр өңірі адамзаттың айға ұшар арманы орындалған өміршең өлке. Соның белгісі Байқоңыр ғарыш алаңынан қаншама ұлт пен ұлыстың өкілі өз арманын орындап, айға аяқ басты, әлемдік зерттеулерге жол ашты. Олай болса, баршаны бауырына басып, достап құшағын кең ашқан Сыр жеріне басқан қадамдарыңыз сәтті болсын дейміз. Сонымен қатар, кездесу барысында қазақтың маңдайына біткен батыр ғарышкері Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетов оқушыларға ғарышта болған оқиғаларымен бөліссе, SpaceX пен НАСАның қауіпсіздік жөніндегі сарапшысы Майкл Лутомский, НАСАның ғылыми қызметкері Парвин Протапан, Европалық ғарыш агенттігі, Европалық астронавтар орталығының ғылыми кеңесшісі Игорь Дроздовский, Хайдельберг университетінің астрономия орталығы астрономиялық есептеу институтының ғылыми қызметкері Бағдәулет Шүкірғалиев, сондай-ақ ғарыш және жаңа технологиялар саласындағы басқа да ғалымдар кездесуде сөз сөйледі. Тұңғыш космонавт, Independent Казахстан is me. Встречи с вами, когда через, допустим, несколько лет вы откроете новые законы, напишите новые уравнения. И хочу вам пожелать, делая первый шаг в неизведанное, вам твердости, крепости, и знать, что все будет хорошо. Елордадан келген жас ғалым ғарышқа жанар-жағармай бекетін салып, ғарышкерлер орналасатын кампус құрастыруды жоба ретінде ұсынып отыр. Нәтижесінде Марс ғаламшарын толықтай зерттеуге мүмкіндік аламыз, дейді ол. Мен Астана қаласының Назарбаев зерттеу мектебінің 10 сыныбының оқушысымын. Жалпы менің жобамның аты көп модульді орбиталық станция. Ол бірнеше модульдардан тұрады. Бірінші модулі күн электр сәулелер панельдері, екінші модулі тұрғын үй кешені, үшінші модулі ракетаның стыковка зонасы болып табылады. Бірінші модуль өздеріңізге аян, ол күн сәулесін электроэнергияға айналдырып, электроэнергия арқылы жалпы барлық станцияны біз осы тоқпен қамтамасыз етеміз. Екінші бөлім тұрғын үй кешені. Бұл жерде жасанды гравитация арқылы жердегі жағдайлар жасалынған, яғни адамдардың жердегідей өздерін сезініп, өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Ал үшінші бөлігіне ракетаның келіп, осы станцияға қосылып, жанармайды өзіне толтырып, келесі станцияға бағытталуына мүмкіндік жасалған. Яғни осы жоба арқылы менің ойымша Марсты бағындыру процесі тез түседі, және де осы жалпы адамзаттың ғарышты бағындыруы да тез түспек. Жастардың білімі, біліктілігі мен дағдысы кез келген ұлттың ең бастысы әрі қымбат ресурсы. Осы орайда мемлекет білім беру саласын дамытуға, материалдық техникалық жабдықтауға, оқытудың жаңа әдістемелерін енгізуге мол қаражат жұмсап, жастарға арналған білім беру гранттарының санын арттырмақ. Әлия Қайратқызы, Ержан Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.